Келбетліклер құрылысына қарай екіге бөлінеді: жай келбетлік һәм қоспа келбетлік. Бұларда түбір халындағы келбетліклер, ешқандай қосымда қосылмаған түбір халындағы сапалық келбетліклер қызыл, көк, сұлу, кең, жақсы, үлкен, дұршы, сары ұсаған келбетліклер, бұлар жай келбетліклер, яғни түбір келбетліклер делінеді. Ал дөренді келбетліклерге болса, фиел, рауыш сөздердің кейініне, атлық, фиел, рауыш сөздердің кейініне л, лас, лес, сыз, сіз, ғығы, қықы, ғыш, кіш, қыш, кіш, қырқыр, дайдей қосымталарын жалғану арқалы жасалады. Мысалы, баг, атлық, бағлы келбетлік, тіл, атлық, тілсіз келбетлік, аз, рауыш, аздай келбетлік, тап, фейл, тапқыр келбетлік. Ал қоспа келбетліклерге болса, екі ямаса бірнеше сөздердің құралып келбетлік жасалған қоспа сөздер қоспа келбетліклер делінеді. Бұларға мысал келтірсек, қара, қоңыр, арасында дефисі бар, шым қызыл, ұзын бойлы, сұлу шырайлы, ат жақлы, ақ құба, бидай рең, бұлар қоспа келбетліклерге кіреді.